Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен describing a person, яғни адамдарды қалай сипаттаймыз, олардың сырт келбетіне, мінез құлқына қарай сипаттау тәсілдерін бүгін үйренетін боламыз. Бірінші сұрақ қойып үйренейік та. What do you look like дейді. Look like. What do you look like? Сенің қалай сырт келбетке байланысты ғой бұл. Сен қандайсың, сенің түрің, сенің сырт келбетің қандай дейді. I'm pretty, мен сүйкімді, былайдан келген адаммын дейді. What does she look like? Оның түрі, сырт әлпеті қандай дейді. Ол қалай көрінеді сыртқа? She's beautiful. Немесе she's beautiful. Ол өте әдемі дейді. What do you look like? Мысалы үшін we, they ді қоя береміз. Ал what does she, he, it есімдіктермен қолданамыз. Сонымен сұрақ, what do you look like? Сен қандайсың? Сенің түр әлпетің қандай? Сенің сыртқы келбетің қандай? I'm pretty. What does she look like? Оның сырт келбеті қандай? She's beautiful. Ол әдемі. Енді яғни сыртқы адамның несіне қарап, appearance дейді, сырт келбетіне қарап, көптеген adjectivetер, сын есімдер бар. Солардың бірнешеуін келтіріп өтейін. Бірінші beautiful немесе beautiful. Әдемі. My younger sister is very beautiful. Менің кішкене сіңлім өте әдемі. Handsome. Handsome, достар, ұмытпаңыздар, ол ер жігіттерге қолданылады. Сымбатты деп қолданылады. Cute, сүйкімді. That's a cute little baby. Бұл өте сүйкімді бала дейді, кішкентай бала дейді. Thin, өте арық, фигурный келген адамдар дейді. Tall, ұзын. Shabby, томпақ. Адамдар айтса attractive деп, тартымды, өзіне қарап қалған модельдерді айтады attractive деп. The actress is an attractive woman. Бұл актриса, өте тартымды әйел дейді. Мына жерде суреттеріне қарасаңыздар болады. Big, үлкен, small, кішкентай, short, қысқа, tall, ұзын бойлы, medium high, орта бойлы. Ал енді жасына қарасаңыздар, жасына қарап зерттесеңіздер, old, кәрі, middle age, орта жастағы адам, young, өте жас. Дене тұрқына қарап, skinny, арық, thin, сымбатты да келген, арықша, әдемі, фигурный деп айтамыз ғой. Muscular, бұлшықетті, stocky деп, мынандай жаңағыдай тартымды, shabby, томпақ, overweight, артық салмақты, fat, семіз. Ал енді жалпы неге қарайтын болсақ, жалпы адамдардың сырт келбетіне қарайтын болсақ, pretty, сүйкімді, handsome жаңа айттық, ер адамдарға ғана қолданылатын, сымбатты, әдемі жігіт деген келеді. Cute, сүйкімді, attractive, тартымды, funny, көңілді, elegant, жаңағы қысқа бойлы, ерекше болып жүреді. Beautiful, әдемі, ugly, ұсқынсыз. Осылай аударамыз. Суреттерді қарап алыңыздар. Егер керек жерлері болса, жазып алсаңыздар болады. Яғни біріншісі бойына қарай, екіншісі жасына қарай, үшіншісі денесіне қарай, және жалпы сырт келбетіне қарай осылай бөлінеді екен. What is she like? What is she like деп біз қай уақытта сұрақ қоямыз. Біз оның характер, мінезіменен personality, адамгершілігіне қарай сұрақ қояды екенбіз. Мысалы үшін, what is she like десек, she is always very generous to the kids. Generous дегеніміз қол ашық, жомарт жанды айтамыз. Ол үнемі балаларға жомарт болып келеді. Сонымен қатар polite, сыпайы, friendly, досшыл, honest, адал, rude, груби,
дөрекі. She was very rude about my driving. Ол менің жүргізгеніме өте не дейді? Груб, яғни дөрекілік көрсетеді дейді. Lazy, жалқау. Angry, ашуланшақ. Үнемі ашуланып жүреді. Немесе кейде ашуланады. I was very angry with myself for making such a stupid mistake дейді. Мен өзіме қатты жындандым, жаңағыдай қате жасағаныма дейді. Қателік жасағаныма өзіме қатты жындандым деп тұр. Осындай адамның характерлері, жаңағыдай мінез құлықтары болады екен. Мына жерде антоним сөздер жақсы мінезбенен жаман мінезден салыстырып қойған. Мысал үшін қараңыздар. Polite. Жаңа айттық, сыпайы, rude, дөрекі. Friendly, досшыл, unfriendly, досшыл емес, я, достыққа онша жоқ. Trustworthy, unreliable, сенімді, сенімсіз адам. Honest, dishonest, адал, адал емес. Generous, stingy, жаңа қол ашық адам және тас адам дейді ғой. Hardworking, lazy, жұмыс жасайтын, жаңағыдай үнемі жұмыс жасап жүретін адам және lazy, жалқау адам. Cheerful, angry, көңілді, ашуланшақ. Funny, көңілді. Anxious, соған қарама-қарсы үнемі көңілсіз жүретін адамды айтады. Helpful, көмектеседі. Unhelpful, көмектеспейтін адамды айтады. Kind, мейірімді. Unkind, мейірімсіз. Sensitive және insensitive, сезімтал және сезімтал емес. Бұл осындай болады екен. Мына жерде де тағы да сын есімдер бар, адамдардың мінездерін көрсететін. Нафти, бұзық. Unhappy, бақытсыз. Lazy, жалқау. Dishonest, адал емес. Talkative, көп сөйлегіш. Proud, мақтаншақ. Unpleasant, түк пайдасы жоқ. Untidy, таза емес. Untidy, таза емес. Generous, қол ашық. Мына жерде disobedient дейді. Үнемі бағынбайтын адамды айтады. Бір ережеге бағынбайтын, бала бағынбай тұр ғой енді. Апайын айтқым тыңдамай бұрышта тұрып тұр. Hypocritical дегеніміз үнемі бір сөзінде тұрмайтын адамды айтады. Ал енді адамдардың сезіміне, ішкі жан дүниесіне, көңіл сезім болады ғой енді. Уақытша сезімдер болады, чувство, эмоция. Соларға байланысты сын есімдерді айта кететін болсақ, terrified, қорқынышты болып тұрады. Қорқынышты сезімдерде. She looked at him with wide, terrified eyes. Ол оған өзінің бадырақтай көзімен және қорқынышты көзіменен қарап тұрды дейді. Exhausted, шаршап тұр. You look absolutely exhausted. Сен сондай шаршаңқы көрінесің дейді. Scared, қорқу. People are scared to use the buses late at night. Адамдар түнде автобусты қолдануға қорқады дейді. Nervous, нервный дейміз ғой. Жүйкесі тозған адам. She was so nervous about her exams that she couldn't sleep. Ол қатты нервштетті дейді. Өзінің емтихандарының кесірінен, емтихандарынан ұйықтай алмаған үшін дейді. Емтихандарына дайындалым деп ұйықтамаған үшін. Embarrassed, ұялшақ. She's embarrassed about her height. Ол өзінің бойынан қатты ұялады дейді. Осы достар, адамдардың эмоциясы, сезімдеріне байланысты көптеген нелер бар бізде, сын есімдер бар. Мына жерде personality және адамгершілігі мен мінездері және сыртқы келбетіне байланысты мен сіздерге 3 түрлі адамды сипаттауды түсіндіріп үйретіп кеттім. Және олардың қалай қолданылатындарын да айта өттім. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Оқуған озады. Әрқашанда білімдінің күні жарық. Келесіде тағы да сіздерге пайдалы болады деген видеомен бөлісемін, алла жазса. Келесі кездескенше сау болыңыздар.